Барлықтарыңызға сәлем. Менімен бүгін ажурные блинчики дайындаймыздар. Сізге 2 жұмыртқа, 3 қасық, 3 ас қасық, және де жарты кішкентай қасық тұз керек болады. Осылардың үшеуін миксермен немесе блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. Содан соң сүт қосамыз. Сүттің барлығын қоспаймыз. 200 граммдай қосамыз да. Соны араластырып аламыз. Содан соң ұнды да араластырамыз. Електен өткен ұн араластырып аламыз. Блинный дайындаған жегенді бұл өте оңай рецепт, простой рецепт. Ешқандай қиындықсыз, үйде бар заттармен дайындалатын рецепт. Менің каналыма тіркеліп, және де лайк басып кетіңіздер. Тіркелгендеріңіз үшін рахмет. Подписаться дегенді басып кетіңіздер. Маған бұл блинчиктерді дайындауды ең алғаш рет менің анам үйреткен. Мен оны бала күнімнен бастап дайындаймын. Мен кішкене разрыхлитель қосып жіберемін. Егер разрыхлитель болмаса, ас содасын қоссаңыздар да болады. Ас содасын мен уксусқа ерітіп бірақ қосамын. Солай қоссаңыздар дұрыс болады. Жарты қасықтай разрыхлитель қосамын. Бөлме температурасындағы сүтті қоссаңыздар, және де қайнаған суды суытып қоссаңыздар, өте керемет шығады. Сосын ақырындап сүтті қосып, осылай араластыра береміз. Және де 1 стакан бөлме температурасында тұрған қайнаған суды қоссаңыздар болады. Қайнаған суды суытып қосудың себебі блинчиктеріңіздің тесіктері өте үлкен и көп болады. Дырка болып, әдемі болып шығады. 3 столовый ложка сұйық май қосамыз. Барлығын араластырып. Ішінде ұнның комоктары қалмау керек. Сковородкамызды қатты отта қыздырып аламыз. Содан соң сковородкамыз қызыды. Міне